Ол әңгімесін бастады. Маралдың мен тұратын пәтерге қарсы орналасқан жалдамалы 2 бөлмелі тетя Машаның пәтеріне көшіп келгенде бірнеше ай өтіп, жасымыздың шамаластығымызға да қарамастан бұлай ашық сырласып отырғанымыз бірінші рет. Ол өз өмірінен сыр шертті. 5 жыл бірге оқығанда егіз қозыдай бірге жүріп күйіп-сүйіп қосылған бек жігітпен 10 жыл бірге өмір сүріп, дүниеге 2 сәби әкелгенмен дәм-тұзымыз жараспай ажырасып кеттік. Бұрын ешкімді менсінбей махаббат деген адам өмірінде бір-ақ рет оянатын сезім деген ұстанымның жетегінде жүргенмен, жолым болмағаннан кейін бетім әбден қайтып қалды. Махаббат теңізге жұбымен шомылуға үлкен әзірлікпен келген. Мен өмірдің үлкен соққысын алдым. Өмірімде мен үшін бекжігіттен басқа жігіт те еркек атаулы болмайтындай еді. Сөйткен жұбайлық өмірмен сүргендей болса, өмірден еркексіз өтейін дегенмін. Сондықтан болар, еркек деген сөзді естісем болды. Бір жабайы хайуанның атын естіп көз алдыма қорқынышты бейнелер келетіндей. Тұрбасым келіскен, өзіме пысық әйел болған соң ба, әйтеуір үйленемін, маған күйеуге шық, балаларыңа әке орнына әке болам дегендерге де, я болмаса ойнап күлейік, өмір деген ертең ақ бір күндей болмай өте шығады, өкініп қаласың деп пәлсапа соғатындар да кездесті. Жұмысым банкте болғандықтан ба, жұмыста да алдымыздан өтетін адамдардың көбі еркектер еді. Қонақтық пен туған күн кештерінде немесе мейрамдағы отырыстарда біреулердің тұла бойымды бастан аяқ көзімнен тінтіп, я еркек көзімен сынай қарағанын сезсем, сол жерден сылтау айтып тезірек жылыстап кетіп қалуға тырысамын. Осылай балалар деп жұмыс деп жүргенімде күйеуіммен ажырасқаныма да зу етіп 4 жыл өте шығыпты. Жасым 35-ке толғанмен маған 26-28-ден артық бермейді. Уақыт бәріне емші деген шын екен. Күйеуімнен көрген қорлығым ұмытыла бастады. Түн баласы азапқа түсе бастадым. Әсіресе махаббат еркек пен әйелдің қатынасы туралы кітаптар оқып, телевизордан түнгі сеанстарды көрсем, төсекте қырық аунап ұйықтай алмаймын. Өмір бойы әкеммен тұрып, оған тас қорғандай арқа сүйеп келген шешем де мені күйеусіз өліп қалатындай көріп, әйел 40 шырақты деген бір шырағың сөнсе, басқасы бар, бетіңнің әрі барда сенімді біреуді тауып ал, айналаңда жігіттер шыбындай үймелеп жүр, балалар саған қол бойлы болмайды, өзім бағып өсіремін деп, шыбынша үймелегендердің 2-3-еуінің жақсы жақтарын жеткізіп, тек мен тиген жағдайда қиналмай-ақ түзеліп кететін кемшіліктерін айтып, жілікше шаға бастайды. Бір балаға зар болып жүргенде, дос келіншегім Қарашашта жоқ бекзаданы күткен жетер жерге түссеңші, ана жынды байсымағың басын ешкімге қарамайтындай дуалап қойған ғой дейді. Жігіттермен әзілдесіп ашық жарқын отырамын, одан әрге бара алмаймын. Одан әрге бару үшін басты бір нәрсе жетіспейді. Ең аяқ жан тәнім мен дене құрылысымды қайта жасап шығу қажет сияқты. Төсек жайлы ойласам көңілім құлазып сала береді. Менің жанымды кім түсінсің? Ең жақын адамдарым да түсінбейді деп оңашада күрсінемін. Менің де ойнап күлгім келеді. Бір рет жолым болмады деп, өзімді әйел ретінде жерлеп тастамай, сүйгім келген, сүйікті болғым келген. Біреудің сүйіктісі болсам, еркек құшағында ләззат алып, оған да ләззат беріп, денем балып жатса ғой шіркін дегенмін. Күйеуімен алғаш қосылғанда ұзындығы 3 метр, ені 2 метр пәтерде уақыттың қалай өткенін білмей, жан тәніміз қосылып, бір адамға айналып, жан ләззатымен тән ләззатына тоймай, күннің қалай атып кештің қалай батқанын білмеуші едік. Бір-бірімізге керек нәрсе екіншіміздің бойымыздан табылатын. Еркек пен әйел қатынасының әліппесі бір бөлек те, ол туралы терең әңгіме бір бөлек екен. Еркек пен әйел қатынасы туралы терең әңгіме дегеннің өзі де өмірде кездесетін нәрселердің жартысында толық суреттеп жеткізіп бере алмайды екен. Менің күйеуіммен ажырасып кетуімнің себеп, мен оны 5 жыл бойы қаншалықты сүйсем, 10 жыл бірге тұрған уақыт ішінде жақын біле келе соншалықты жек көріп кеткенмін. Біздер кездесіп бірге қыдырып жүрген кезімізде ол маған тек жақсы жағынан көрінуге тырысқан. Мен де оны тек жақсы жағынан көруге тырысыппын. Ал екінші себеп арамызда еркек пен әйел арасындағы гармонияның, яғни үйлесімділіктің жоқтығынан да еді. Онымен төсекте әйел болғандықтан амалсыздан жұбайлық міндетімді өтеу үшін жатамын. Ал өз қызығымен өзі болып жатқанда, мен оның бір қажет затының міндетін атқарып, ештеңеге араласпай, жұмысын қашан бітеді екен, тез бітірсе екен деп жататынмын. Кейде тезірек ұйықтап қалса екен деп, үй шаруасын істеп жүріп аламын, бірақ ол ұйықтамайды. Оның айтуынша артық энергияларын шығарып алмай ұйқысы келмейді екен. Одан қалса түнде де, таңертең де мазалайтынын қайтерсің. Дүниеге бірінші сәбиім келгеннен кейін төсек мәселесі маған тозақ секілді көрінді. Еркек десе артынан төсек мәселесі қылтиятынын білетін маған біреуді тауып алу қайдан. Еркектердің бірі жақсы көрінетін, үйленгісі келетін айтса, кейбірі мен тоқал ретінде алып,
бөлек отау жасайтынын, ақшадан да басқасынан да кемдік көрмейтінін айтып шаршады. Соңынан кейбіреу неткен салқын әйелсің деп теріс айналса, күдер үзбеген кейбіреулер 3-4 жыл осылай тыптың шетегіне намаз оқып жүрсің бе деп, ден сау өз сұлу әйел әншейін ішкі мұңын сыртқа шығармай жасырады деп аяушылық білдіргендей болады. Өмір табиғат заңы өз деген істеді ме, әлде өзімдей дос құрбыларымның сөз қамшы болды ма? Мен біреуді іздеуге бел шеше кірістім. Үйленемін дегендердің бірі, мен сені ұнатамын, төсектеде ұнайсың, үстіне бір түсті көйлектер киіп жүр. Мен көйлектерінің клеткасында, полоскасында да ұнатпаймын. Менің қандай түсті көйлектерді ұнататынымды да сұраған жоқ. Оның үстіне бір түсті көйлектерін әкеліп тастағандай сөйледі. Оны осыдан кейін ұнатпайтынымды да, омен зауқым жоқтығында айтқан жоқпын. Тек қош бол, енді хабарласпа дедім. Енді үйленемін дегендерді қойып, олар мен меншігіндегі заттай көретін секілді. Тіпті олардың талғамымен киінуде де талап етпек. Ал мен өз басымның ерікті болғанын қалаймын. Ойнап күлейік дейтіндерді көрейік дедім. Олардың бірі Әбекең, ресторанға барамыз, әдемі киініп отыр, алып кетем деген соң, барымды киіп шыққанда, ол нағыз қыз жібектің өзі болыпсың ғой деп ризашылығын жасыра алмаған. Қымбат шетелдік машинасымен бір ресторанға апарды. Онда шу көп екен, музыкасы да кілең орысша деп екіншісіне апарды. Әбекеңнің де танымайтын кісісі жоқ екен. Мұнда да алғашқы ресторандағыдай біреулермен жапырласып амандасып жатыр. Онда қымбаттығына қарамай тамақ мәзір мәз емес екен деп, ақыры ортанқол кафеге отырдық. Бірнеше жұма онымен дружить етіп, төсектес болғанда 40-қа толмаған кәсіпкер жігітке сезім де, әйел де керек емес. Тек сұлу нақсүйер не екінші әйелі бар деген атақ қана керек екенін түсініп, онымен бір жолата қоштастым. Шыбынша үймелегендердің ішіндегі екеуінен көңілім қалғанмен, үшінші бойдағы ажырасқан еркектен мен саған не үшін керекпін? Бай жоқ әйел болған соң коллекция үшін керекпін бе деп төтесінен сұрадым. Ол да жігіт екен. Мәймөңкелемей бірден тура жауабынан шалқамнан түсе жаздадым. Мен видеолардан көргендерді істеп көрсем деймін. Еркек пен әйел бір-бірінің қалаған істеуге әзір болса ғана төсек қатынастың мәні ашылады деді. Мен мұндай пікірге келіспейтіндіктен экспериментке бара алмайтынымды білдірдім. Еркек пен әйелді төсек қатынасына апаратын жол меніңше өз-өзінен еш әзірліксіз оянған сезімнен кейін табиғи түрде пайда болу керек сияқты. Сөйтіп аз уақыт ішінде үш еркектің атынсыз тастап, жақсы еркек әйелдердің қасында ешкімге қажеті жоқ, жаман еркектердің маған да қажеті жоқ деп, өзімнің интимдік өміріме мораторий жариялап алаңсыз тірлігіме кірістім. Тіпті еркек жігіт дегенді бойымнан да ойымнан да өшірген секілдедім. Енді тек бар ойым жұмыста болады, карьера жасаймын деп бекіндім. Бірақ бәрі Құдайдың қолында деген рас екен. Жылы күздің жексенбісі еді. Балаларды мамама апарып тастап үйді әктеуге кіріскенмін. Кешқұрым әрең бітіріп қатты шаршап тұрсам да моншаға баруым керек болды. Оның кешкі сағат 10-ға дейін істейтінін білемін. Әрі үйден алыс болмаған соң, әрі кір денеме таза киім кием бе деп, сол күйі кір киіммен бара салдым. Үстімде әктен ағал-жағал болған кофта, төменгі жағымда трико шалбар, басында кепештен байлаған көнетоз ақ орамал. Моншаға келіп ентігіп, ішке енсем, кезекте бірталай адамдар отыр екен. Моншаның бірнеше жеке кабиналы душы. Соған билет алып, мен де бос орынға жайғастым. Қарсы бетте 4-5 еркек кезекте отыр. Үстімдегі лас киіммен ыңғайсызданып, төмен қарап отырсам да біреудің мені бақылап отырған көз қарасын сездім. Неге екенін қайдам, сірә лас киімнен ұялғаным болу керек. Бұл не қылған адам деп басымды көтеріп қарауға да батылым жетпеді. Ішімнен өзіме ренжіп, әншейіндегі аттылыға, жол жаяуға сөз бермейтін өжеттігім қайда кеткен деймін. Кезегім келгенде ешкімге сөз салмастан душқа кіріп кеттім. Рахаттанып душқа тиесілі 45 минут шомылып, шашымды сәл кептіріп, есік алдына шықсам, түн тастай қараңғы екен. Кісі аяғы басылған көше қорқынышты. Көзімді қараңғыға сәл үйретіп алып, бір аялдамадай жердегі үйіме асықтым. Қатты шаршағандықтан ба, әлде көше асфальтының ойдым-ойдым жері кінәлі ме? Бір кезде сол аяғым кілт етіп оңбай құлап түстім. Көзімнен жас ыршып кетті. Қараңғыда ешкім көрмеді деп қуансам да, екінші жағынан тұра алмағаным жақсы емес педі. 1-2 минутта басыма сан түрлі ойлар келді. Ешкім білмей жатып қалсам қайтемін, біреулер ұрынса қайтемін деп уайымдадым. Бар күшімді жинап тұра беріп едім. Жан даусым шығып кетті. Осыдан соң жақын жердегі аялдамадан біреудің сұлбасының маған қарай бет алғанын байқадым. Бойымды қорқыныш биледі. Жақындай бері тартып келе жатқан темекісін аяғымен басып өшірді. Өзімше намыстанып,
Түк болмағандай бір аяғыма бар күшімді салып тұра беріп едім. Қозғалмаңыз деген ақырын болса да нық әмірлі дауыс естілді. Не ойларымды білмей айналамды қолымен сипалап тас іздедім. Не болса да қорғанып бақпақпын. Жақындаған ол менің ойымды түсінгендей, қорықпаңыз, сол аяғыңыз ғой, кәне, оған күш салмай тұрып көріңізші деп, мені демеп тұрғыза бастады. Бүкіл жан дүнием оның бет жүзін көрмесем де, бұл адамның моншадағы кезекте мені көзбен бағып сынай қарап отырған еркек екендігін сездім. Қалай қолтығымнан демесе де менің жүре алмайтыныма көзі жетті ғой деймін. Тұратын жерімді сұрап алып, қол дорбасын маған ұстатып, мойнымнан мықтап ұстап ал деді де көтеріп алды. Өзімді ет жеңді болмасам да біраз салмағым бар деп есептеймін. Мен басқа шара жоқтығынан ба, әлде маған бейтаныс жанның аяқ астынан келген қамқорлығы ұнады ма, айтқанын екетпедім. Ол алқына дем алып, адымдап жүріп келеді. Өз ойларымен алысып келе жатқанымда, енді қалай жүреміз деген дауыс естілді. Даусы бар ғой, ондай дауыс естісең айналаңның бәрінде беймай мамыржай тірлік орнап қалғандай әсер етеді. Адамның даусының соншалықты әсер ететінін бірінші рет көріп тұрмын. Бір аялдамадай жерге көтеріп келген адамның алдында енді мен ыңғайсыздандым. Үйге кіріңіз, шай ішіп кетіңіз деп, бір жағынан аурудан, бір жағы ол сөздерді әншейін тек бергі жағымнан сыпайылық сақтап айтқаным үшін өзімнен өзім ұялып, зорлана күлімсіредім. Ішімнен қайдағы шай деймін, үй іші астан кестең. Мұрын жарған әгесі маған ұнағанмен, оған ұнамауы мүмкін. Ойым бейтаныс жанға үйренейін деді ме, енді мен оған зер сала қарадым. 43-45-тегі бойы еңгезердей тіптік еркек, көздер адамға бір түрлі мұңды қарайды. Көз қарасы адамды тереңіне тартып әкететіндей, тек бетінің көлемді жерін ала орналасқан, мұрны да өзінше жарасымды орналасқан. Істеген жақсылық үшін рахмет айтып, ақша немесе бір шөлмек арақ ұстатып үйден шығарып салу керек деп ойладым. Менің жалғыз екенімді білсе, кетпей отырып алса қайтемін. Тағы ойына не келерін кім білсін деп ойладым. Жақсылығыңыз үшін рахмет. Менен қайтпаса да Құдайдан қайтсын, сигарет аларсы деп 1000 теңге ақша ұсындым. Оған тәуерлеу, арақ, не импортқа шығатын 5 жұлдызды Қазақстан коньяк келетін білемін. Ол болса, жақсылықты Құдай үшін не ақша үшін жасаған жоқпын деп дүңк ете қалды. Одан кейін үй ішін барлап үлгерсе керек. Жалғыз болсаң мен ешқайда кетпеймін деді. Шошып кетіп, о не дегеніңіз, қайтыңыз, үйіңізге қайтыңыз деп едім. Сені мұндай күйде жалғыз тастауға болмайды. 1-2 сағаттан кейін не болатын кім біледі деп қосып қойды. Менің бір әкем ба, ағам ба секілді өзі. Аты Досбол екен. Қорқсам да сыр бермеуге тырыстым. Қозғала алмай отырмын. Менің айтуымен ол залдағы диванға өзіне төсек салып, маған балалардың бөлмесіне төсек салып берді. Еңбектеп жүріп жастық астына үйдегі ең үлкен өткір пышақты жасырдым. Сол күні ол таң атқанша қасымда болды. Өзі ештеңе сұраған жоқ. Менің сұрақтарыма қысқаша жауап берді. Бірақ өзінің жеке басы мен жанұясы туралы ештеңе айтпады. Менің қарсылығыма қарамай, аяғыма комфорт амайын өз қолымен жағып берді. Сіңірі созылған ғой, 2-3 күн қозғалма, ештеңе етпейді, бірақ рентгенге түсіп тексеру артық етпейді деді. Мені таңдандырғаны, оның маған әйел деп қарамаған еді. Оған мен сәл-пәл ренжіп қалғандай болдым. Иә ағам, иә інім секілді. Таң атқанша қасымда туысымдай отырып та шықты. Таңертең көршімді шақырып беріп, сау бол енді құлама деп жай ғана шығып кетті. Ішімнен импотент деп ойладым. Сол себепті маған қауіпсіз көрінді. Кетіп бара жатқан оның артынан келіп тұрыңыз деп айқайлап үлгердім. Маған кездескен не мен білетін еркектермен салыстырғанда өзіме сол деген теңеуім дұрыс секілді. Менің есімде оның мұңды көз қарасы мен бөтен бір көрген әйелге, жақын туысына жасағандай жақсылығы ғана қалды. Я, сосын шамамен 4-5 аялдамадай жерде тұратынын айтқан есімде. Арада бірнеше айдай уақыт өтті. Балаларымды мамама апарып дос қызымның туған күніне барғалы жатқанмын. Бұл уақытта тағы бір шыбынша үймелегеннің атын сызып үлгердім. Есік қоңырауы қағылғанда ашсам моншадағы танысым Досбол екен. Жұмыс бабымен ұзақ уақыт сапарда болыпты. Аяқ астынан батылданып, туған күнге бірге барайық дедім. Жанұясы туралы ештеңе айтпаса да әлде бір ішкі түйсік арқылы әйелсіз тұратынын сезгенмін. Оның үстіне істеген жақсылығы да менің тарапымнан өтеусіз қалған. Бармаймын. Аяғың жазылды ма? Мүмкін бір жерге барып отырармыз дегем. Тек жағдайыңды білейін деп келдім деп қайтуға жиналды. Мені аяқ астынан не шайтан түрткенін білмеймін. Дос қызыма көршіден телефон соғып бара алмайтынымды айттым да, онымен бірге баруға келістім. Кафеге бардық. Ол ақ арақ ішіп отырды.
Мен өзіме қызуы 10-12 градустан аспайтын қызыл қою тәтті шер шарабын алдырдым. Әр нәрсені бір айтып көңілді отырдық. Одан кейін шай іштік, музыка қойып биледік. Маған онымен бірге болуы ұнайтын секілді. Бір кезде ол, Марал, бір жерге барып демалайық деді. Демалайық дегенді қалай түсінуге болады? Демалып отырған жоқпыз ба деп ұсынысына сұрақпен жауап бердім. Нені меңзеп тұрғаным ішім сезіп тұр, бірақ мойындағым келмейді. Сен бәрін түсініп тұрсың ғой, Марал. Өтірік айту, өтірік қылмысу қолыңнан келмейді. Ол сенің табиғатыңа жат. Ал түсінбей тұрсаң айтайын. Сендей қылықты әйелдің қасында өзіңді ұстау өте қиын. Сенімен төсекте бірге болып келеді деді нықтап. Мәссаған деп ойладым іштей. Ал керек болса, мен оған еркек секілді қарамап едім. Ол бір туысым секілді есімде қалған. Өткендегі істеген жақсылығым бұлдап тұрғаныма деп те ойлап үлгердім. Ойыма келгенде асығыс айта бастадым. Сізбен бе? Мен сізді сүймеймін, сіз де мені сүймейсіз. Мен сізді бар болған екінші рет қана көріп отырмын дедім, тамағым құрғап. Иә, сүймеймін, ол туралы ойлағанда жоқпын, бірақ сенімен бірге болғым келеді. Мұндай тілек дейсің бе, құштарлық дейсің бе, маған келмегеніне көп болып еді. Ал сенің менімен бірге болғың келетінін көзің, жан-тәнің бәрі айтып тұр. Тек аузың ғана басқаша сөйлеп тұр. Адамдардың аузынан шыққанынан 90% өтірік. Сенің айтып тұрған сөздерің сол 90%-дің ішіне кіреді деді. Жақсы психолог қой мынауың. Жанында арпалысқан ашу ма, ыза ма, кеудемде көтерілген әлде бір толқындарды баспақ болып ішімнен нахал дедім де, оның айтқандарына мән бермеген болып, музыканы ауыстырып бұрыла беріп едім. Ол артынан келіп тұр екен. Бетпе-бет келіп қалдым. Ыстық дем өртеп барады. Тап басып айта алмаймын, әйтеуір бойында әйелді еліктіретіндей күш бар. Ол құшақтай алып, ерніме жабысты, тұла бойым тоқ жүріп өткендей дір ете қалды. Әйел деген 35 жаста да 18-дегідей күн кешеді екен деп ойладым. Аздан кейін ыстық пеш қасында отырғандай сезініп, көздерім жұмылып аяқтарым басудан қалып, буындарымның былқ-сылқ етіп, ырқымнан шығып бара жатқанын аңғардым. Екеуміз де бір-бірімізді сүймейміз, сонда қалай төсекте бірге болмақшымыз деген ой санамды жаулап алды. Алдындағы еркектер ең болмағанда мені сүйетін секілді еді. Олардың біреулері ұзақ, біреулері қысқа уақыт сездіріп жүретін. Ал мынау болса тас төбемнен түсіргендей сүймеймін, ол туралы ойлағанда жоқпын дейді. Ал керек болса, ол мені соғыссыз алған жауындай сол жеңістің церемониясын ұзаққа созғысы келгендей аялай аймалаған күй сүйе берді. Мен бір би білмейтін жас биші секілдімін. Ол әдемі бір бидің бар қыр-сырын жетік білетін мұғалім секілді өзіне тән махаббат би алаңында жоқ екен. Екеуміз де бір-бірімізді сүймесек қандай махаббат болушы еді. Махаббат дейміз, әйтеуір еркек пен әйел арасындағы қатынастың би алаңында мені дөңгелетіп бара жатты. Бір қатты сусап келіп, мөлдір бұлақтан құныға су ішіп жатқандаймын. Бір мөлдір бұлақтың зәм-зәмін құныға жұтудаймын. Айналам дөңгелеген ғажап дүние, көгілдір жасыл сәулелерге толы, мені тереңіне тартып барады. Марал, жүр, кейін кеттік деген сөз естігенде шын дүниеге қайта оралдым. Ол ентігіп тұр, шаштары қобырап кеткен, мұңды көздері тұнжырамай қарамай жалт-жұлт етеді. Осыдан 5 әлде 10 минут, әлде жарты сағат бұрынғы дос бол емес, басқаша күйге түскен. Оның бойынан 25-тегі жігіттің екпіні де, өз күшіне сенімділігімен, өз ісіне деген мығымдылықта, мені көздерімен ішіп жеген еркектік құштарлықта, атмосфераны жайлап алған, жанасқан нәрсесін ертіп жіберердей қызулық та бар, және көздерінен бір іште арпалыстың отында шалып қалдым. Неге басқа жерде дедім, оның құшағынан ажырағым келмей. Мен шалбар киіп жүрген еркек емеспін бе? Сені төсекке шақырған мен, сондықтан я менің үйіме, я қонақ үйге барамыз. Жоқ, осы жерде маған сенен басқа еш нәрсенің де ешкімнің де керегі жоқ, дедім ұйқылы ояу жандай. Бір минутта жаңағыдай ләззатты шақтан ажырағым келіп тұрғаным жоқ. Менің ернім оның еріндерін өзі деп тапты. 35-ке келгенше еркекті өз бастамаммен сүйгенім осы шығар. Ал қолдарым ақылдың тыйым салғанына қарамай оның көйлегінің түймелерін ағыта бастады. Оның қай кезде астымызға көрпе төсегенін қайдам. Оның әрекеттерін үнсіз қоштаумен болдым. Денем жанып күйіп бір белгісіз әлемге тап болғандаймын. Япырау, менің де пәленбай жыл күйеуде болған әйел дейді-ау. Ал мынандай ғажап әлемге, тәтті кезеңге тап болуым бірінші рет. Шынымен мен оны жақсы көріп қалғаным мынау деймін. Адамды білмей тұрып жақсы көру мүмкін бе дейді екінші ойым. Мынау сорлы денемнің еркіне көнбей, неге былқ-сылқ ете қалғанын түсінбеймін. Аузыма біреу тәтті әкеліп дәмін жаңа тата бергенде қайта тартып алардай шыдамсызданамын.
Бірер секундтардан кейін екеуміз бір адамға айналып кеттік. Бұндай да рахат болады екен-ау. Мен 10 шақты жыл әйел болып, бір еркекке бірнеше жыл әйел болып, 3 еркекпен бір реттен болғанда еркек пен әйел қатынасының мұндай тілмен айтып жеткізе алмайтын ғажайып тәтті жақтары болатынын неғып білмегем, көрмегем, сезбегем, оқымағам. 62 тамырым иіліп селдеген сезім бүкіл жан-тәннің еш қалтарыс қуысын қалдырмай қамтып алып, бұрқ-сарқ қайнауда. Өмірімде бірінші рет миым да бос болып, ешқандай проблеманы ойламай, тек қана әйел болдым. Ол екеуміз таң ғажайып әлемде жүргендейміз. Тек ғажайып әлем, еркек пен әйел ғана бар. Екеуміздің жан-тәніміз бірігіп кеткен, сондай ажырасалар емес. Есінің кіресілі шығасылы көздерімді ашуға шамам жеткенде, оның жіпсіген маңдайына, кең кеудесіне спортпен айналысқанның, әлде айналысатынның куәсіндей, бұлтыңдаған бұлтшық еттеріне шырайланып күлімсіреген жүзімен жұмулы көздеріне көзім түседі. Осы ләззатты сәттің ұзаққа созылуы оған ғана байланысты екендігін сезгендей, бойынан күші кетерде білінер-білінбес тоқтата қойып екеумізге енген ғажайып әлемнің келесі бір қызығын көрсетеді. Арасында ақ сазаным-ау бұлқынған, маралым-ау, сені бала туған әйел деп кім айтады? Қолын мүшең бұзылмапты деп құшырлана айтады. Мен де сандырақтап аузыма түскен нәрселерді айтқым келеді, бірақ айта алмаймын, ят секілді. Оған деген ризашылығымды, оны жақсы көріп кеткен сезімімді жасыра алмай, ол сөздер аузымнан еріксіз шығып кеткісі келеді, бірақ шығармауға тырысып жатырмын. Құдайыма өзің кешір, әйел атанып бұрын көрмеген ләззатты ешкімді жақсы көрмей, не еркектің өзіме деген сезімін сезінбей, еш дайындықсыз бірақ сәтте бастан кешіріп жатқаным өңімде емес түсімде секілді. Түс болса түсім-ақ болсын, тек аяқталмаса екен, ең болмағанда созыла түссе екен деймін. Досболдың қимылымен бірге бойыма бір күш құйылып жатыр. Ол күш менің өмірімді сүйе түсуіме, өмірде тек проблемалар мен қиындықтар, я даңғаза қызықшылықтар ғана емес, ешқандай ақша сатып әпере алмайтын, ешқандай байлық бере алмайтын, тәтті ләззатты ғұмырға бергісіз, әрі сондай ақылға сыйғысыз ғажап сәттерде болатын дәлелдеп, көр ізде дәмін тат ие бол деп итермелегендей болады. Қанша қиындықты бастан кешсем де, өмірді сүйуші едім. Енді өмірге одан сайын ғашықпын. Дос болмаған ләззат сыйлаған сайын, мен өзімнің әйел екенімді жете сезініп, мен де оған тек әйел бере алатын ләззат сыйлағым келеді. Бұл сәттерде мен оның қандай тілегі болса да орындауға әзір едім. Бірақ ол ештеңе айтпады да, өтінбеді де. Оның қолдары кәдімгі ертектердегі айтылатын сиқырлы таяқша секілдеді. Денені соншалықты бір нәзіктікпен, жылылықпен әрі өзімсіне сипағаны да, өзінің қимылдарына икемдегенде, бәрі де шебер еркектің қолдары сезіледі. Оның кезекті қимылынан тұншықтыра еріне жабысып, даусының бір-екі рет оқыс шығып аяқтарын дәнтек шалт қимылмен қозғағанда бойындағы қуатын шығара бастағанын сезді. Өзінің шымыр ет жеңді денесімен бүкіл аппақ денені жаба түсті. Сөз арасында айтып қалған 90 килограмм салмағын қауырсын құрлы көріп жатқан жоқпын. Басында денемде жеп-жеңіл сонау жалын шашып тұрған 18-ге қайта оралғандаймын. Неге екенін білмеймін. Қуанышым қойныма симайды. Бұрқ-сарқ қайнаған құштарлықта алып ұшқан сезім, сумаңдаған нәпсі көп уақыттан бері еркек құшағын көрмей, суысқан іңкәрлік бәрі сабасына түскен. Тек еркек пен әйелдің бір-біріне деген ризашылығы, тояттану, мастану және өзінің әйелдік я еркектік болмысыңды сезіну ғана ауада қалықтап тұнып қалған. Мен осы екінші рет көріп отырған адамыма екінші рет қарыз болғаным түсіндім. Оның әйел ретінде оянбаған әйел екенсің дегені маған көп нәрсені ұқтырғандай. Ол 10 жыл әйел болып 2 бала туған әйелге еркек пен әйел арасындағы төсек ләззатын ұқтырған алғашқы еркек болды. Бір жауы жеңіп келгендей батырдай риза болып жатырсың ғой дедім. Айтқым келген басқа еді. Мен оны ұнатып қалғанымды түсіндім, бірақ оны өзім мойындағым келмеді. Тіпті олай ойлауға да қорықтым. Әрине сенбей оянбаған әрі қызуды әйелмен болу оңай дейсің бе? Мен екі бетім дуылдап отырып оған шындықты айттым. Онымен бірге болуымның басы да соңы да осы шығар, енді көрмеймін деп ойладым. Ол шындықты айтпақ түгіл өзім де мойындағым келмеген. Оның үстіне еркекке айтуға қалай дәтім барғанын білмеймін. Көздерімді алақанымен басып жатып, баяу бастағаным есімде. Мен сенімен бүгін төсекте алғашқы рет болсам да, бұл түннің ләззаты бірнеше айларға, мүмкін жылдарға жететін білемін. Мен мұндай күйді ешқашан кешкен емеспін. Оның кеудемде жатқан басын құшақтап шаштарын ұйпалақтаумен болдым. Ол мені құша түсіп,
Сенің жан тәніңнің құпия кілтін тапқанмын ғой деп бауырына баса түсті. Біраздан соң екеуміз ғажайып дүниенің құшағына қайта ендік. Ол менің құшағымда ма, әлде оның құшағында ба? Әйтеуір құшақтасып жатып тәтті ұйқыға кетіппіз. Ертеңіне тұрғанда оның менің көздерімдегі мен іздеген еркек сенсің деген тұнып қалған сырды оқымасын деп көздерімді алып қашып оған тіке қарамауға тырыстым. 2 рет көре сала құшағыма құлағаным. Сезімді жасыра алмай үздіге қарап тұрсам, ятай масқара ғой, не деген жеңілтек әйел демейді ме? Ештеңе сездірмей салқын қоштасып қалам деп ойладым. Ал өзім бүгін үйленейік десе де, жалаң аяқ қол ұстасып кетейік десе де әзір едім. Шіркін-ай, артымнан жылдап жүгірген анау шыбынша үймелегендердің бірі неге ол емес деп қапаландым. Ол тұрып, киініп, жуынып келіп шашымнан сипап отырды. Марал, сен мені кешір деді, даусы тұтыға шығып. Ол маған бір күн бірге өткізген түніміздің ләззатын бұзатындай бір нәрсе айтқалы тұрғандай бойымды қорқыныш биледі. Ондай тәтті шақ неге тез өтеді деп ойлағанша болған жоқ. Оның даусына алыстан талып естілді. Мен өзіме ешбір әйелді жақсы көрмеуге, сүймеуге уәде бергенмін. Керек десе әйел біткеннен кек алуға бекінген едім. Менің жүрегімде жара бар. Жас жара, қаны әлі сорғалап тұр. Мен сүйген әйел мені 20 жыл бойы алдап келіпті. Пәк қыз болып шықпаса да, оны кешіріп, үлкен жүрекпен сенделген сезіммен сүйіп едім. Ал бірақ ол 18 жыл бойы өз балам деп келген баламның өзімдік емес екенін тосын білуден артық қандай қайғы бар. Бұдан артық не сорақылық болушы еді. Бұл әйелдер тарапынан болатын ең ауыр қылмыс емес пе? Баламның ауыр операциядан шыққанына қарамай, ештеңе түсіндірмей үйден шығып жүре бердім. Сол кеткеннен мол кеттім. Әйелім бәрін түсінді. Ештеңе демеді. Баламның менікі емес екені сол операция кезінде анықталған. Бала қанының группасы менің де әйелімнің де группасымен сәйкес емес. Мен де қазір де бейтаныс адамдарды бір көргеннен қандай адам екенін танитын қасиет пайда болған. Сен таза мөлдір бұлақ секілдісің. Сенің жаныңды жаралағым келмейді. Қош бол. Сенімен қоштаспасам, сені сүйіп қалуым мүмкін. Маған уақыт керек. Сен емес, үлкен сезіммен қашып барам. Мен енді ешкімді сүйгімде, жүрегім мен жанымды қинағымда келмейді. Қош. Ол есікті жаппастан шығып кете берді. Артынан тұра жүгіргім келген, ойыма келген әлдебір нәрселерді айтқым келген. Қасында қал дегім келген. Саған маңдай торсықтай ұл туып берем дегім келген. Қиын сәттерде оның мойнына асылып, қорғанышым барын сезініп, құшағында тұрып шағынып жылап алғым келген. Қуаныштарымен бөліскім келген. Ол жұмыстан келгенде анамның үйренгеніне, өзіңе жақсы істегенің бізге жақсы деп үйреткен тамақ түрлерін алдына қойғым келген. Соңғы кезде қойып кеткен қасы көзімді сәл бояп, әдемі иіс су жағып, қасында жайнап жүргім келген. Бірақ оның бірін де айта алмадым. Әлде айтқым келмеді, әлде тыңдайтынына сенімді болмадым. Ол кеткесін есікті жауып неге екенін білмеймін, қатты жылап қала бердім. Еркектердің өздері түгіл, көлеңкелерін де көргім келмейді, аттарын да естігім келмейді. Мен дос болды бір жерден шыға келеді ме деп әлі күнге күтіп жүрмін. Моншаға барған сайын оның көз қарасын іздеймін. Қиналған сәттерімде оны іздеймін, қол ұшын созып, бір қалтарыстан шыға келетіндей. Түндерде де кірпіктерім айқаспай, тек соны ғана ойлаймын. Балаларымның әкесі де сол болса деймін. Айлар өтіп жатыр, одан да күдерімді үзгім келеді. Бірақ бір нәрсені анық сездім. Маған одан басқа ешкімге керек емес. Шыбынша үймелегендермен болмақ түгілі, сынамақ түгілі аттарын да естігім келмейтін болды. Досболдың бір келетінін жан дүниеммен сезіп, әр күнімді үмітпен қарсы алып жүрмін. Келмесе іздеймін. Оны табуға белімді бекем буғанмын. Ол 4-5 аялдама жерде тұрамын деген білдірмей, кездейсоқ кездескен боламын. Оны сүйетінімді қалай да ретін тауып білдіремін. Сүйетінін айту тек жігіттерге ғана тән бе екен? Оны айтуға да тек еркектердің ғана құқығы бар ма? Сүйетініңді білдіру қылмыс емес қой. Мен Досболды тауып, біз бір-біріміз үшін жаралған жандармыз деймін. Оны іздеп тауып қосылатынымызға сенімдімін. Сәл кеште болса да, біздей жандардың бірін-бірі жолықтырғаны қандай бақыт.